конфигурациясы жатыр. Өздерің алып, қай топқа сәйкес келіп отыр, сол топқа барып отыруларыңды сұрағанмын. Бұл топқа отырдың? Себебі бұл жерде конфигурацияның саны 29-мен аяқтап тұр. Ол реттік ойнарымыз. Барлықтарында 29 қой, жақсы, өте жақсы. Шырай? Электрондық конфигурациясы 26 бізде темір. Жақсы. Төртеуінде де темір шықты, өте жақсы. Ал, Нұрай? Электронды формуласы 24-ке тең, ол бізде хром. Өте жақсы. Топқа бөлініп отырсыңдар, мыс, темір, хром. Бұлар қандай элементке жатады? Металдар. Олар болса біз қазір металдарға байланысты қандай мақал мәселе білеміз? Жатыр. Қойдың сүті қорғасын. Айбек. Өлең алтын, сөз күміс. Ескі мата бөз болмас, ескі темір біз болмас. Батыр майданда шынығады, болат қайнаудан шынығады. Дастан? Ел іші алтын есік. Жақсы, өте жақсы. Миға шабуыл әдісі арқылы мына жерде сіздерге контекст берілген. Контекстті оқып шығып, сол контексттің астында 5 тапсырма берілген. 5 тапсырманы жұмыс жасайсыз. Жақсы, тапсырманы орындап болсақ, ал топ бойынша айтып шығайық. Жалпы контекст не туралы айтылған? Бұл жерде контекст Қаныш Сәтпаевтың туған жердің қара тасын мақтан ете білмеген азамат бөгде жердің алтын тасында мақтап жарытпақ емес деп айтқаны, және де Қаныш Сәтпаевтың Қазақстан металлургиясының дамуына қосқан үлесі туралы айтылған. Бірінші сұрақты оқып кетеміз. Бірінші сұрақ: Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі металдардың пайыздық мөлшері. Бұл бізде 90%-ке тең. Барлығымыз келісеміз бе? Жалпы біздің Қазақстан жері де осы Менделеевтің периодтық жүйесіндегі элементтермен бізде кездесе ме барлығы? Барлығы. Екінші сұрақ. Топшаның элементтері Д мен Ф элементтері. Дұрыс па? Қалған дұрыстар тексереміз. Жақсы. Үшінші сұрақ. Электр шамының қылын жазатын ең қиын балқитын металл ванадий. Вольфрам. Қарай, төртінші. Қай элементке сәйкес келетін электрондық формуласы? Онда 20 көрсетіп тұр, кальцийға тең. Өте жақсы. Ал, бесінші. Деді? Ол жерде есептеріне. Яна, оқыш есептің шарты. 1 моль алюминий жанғанда неше моль алюминий оксиді түсіледі? Яғни 0,5 моль алюминий оксиді түсіледі. Пропорция құрып шығардық, Құжаттарын сәйкес келтір, Олай болса, енді бүгінгі тақырыпқа көшу үшін мына суретте бейнеленген, суретте не бейнеленіп тұр, бір-бірімен қандай байланысы бар? Отырамын, жақсы. Қандай металдар көрсетілген? Бұл жерде темір, алтын, күміс, сынап көрсетілген. Жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі біздің осы металдар, ауыспалы металдарға жатады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ол ауыспалы металдардың жалпы сипаттамасы. Оқу мақсатымыз, яғни титан мен мыс атомдарының электрондық құрылысына сүйене отырып, қандай металдар ауыспалы болатындығын түсіндіру. Қазір кітаптар, оқулықтарымды пайдаланып, осы ауыспалы металдардың жалпы сипаттамасы тақырыбын түсіну үшін, қазір бірінші топ 30-шы кесте, екінші топ 31-шы кесте, үшінші топ 32-шы кестемен жақсы, кестемен жұмыс жасап болдық, ал бірінші топ. Кесте бойынша не айтамыз? 30-шы кесте берілген. Онда үлкен периодтардың қосымша топшасына орналасқан элементтер ауыспалы элементтер болып есептеледі. Олар S және P элементтерінің арасында. Мысалы, 4-ші период бойынша скатий, титан, ванадий, хром элементтері. Марганец деп, темір деп
Д элементтеріне жатады. Яғни ол қандай элементтерге жатады екен? Ауыспалы элементтерге жатады. Ал екінші кесте бойынша не айтамыз? Осы бірінші кесте бойынша. Бұл төртінші топтың Д элементтері. Тыңдаймыз. Оларға сканди, титан, ванди, хлор және марганец жатады. Тақтада жақсы. Енді осы қосымша ары қарай осы 31-ші кестені барлығымыз қарайықшы. Қандай жоғары валенттіліктер көрсетеді? Жоғары валенттілік көрсетеді 3, 4, 5, 6 және 7 валенттілік деген. Мысалға марганец қандай валенттілікті көрсетіп тұр? 7 валенттілікті көрсетіп тұр. Ал тотығу дәрежелері барлығы қандай тотығу дәрежесін көрсетіп тұр? 10 тотығу дәрежесі көрсетіп тұр. Жақсы отыра. Яғни олардың негізгі қасиеті, екідайлы қасиеті және қышқылдық қасиеттері туралы көрсетеді. Яғни негізгі қасиеттер, екідайлы қасиеттер және қышқылдық қасиетке ауысып отыратындығы көрсетіледі. Жақсы. Біз ауыспалы металдар туралы жаңа кесте бойынша қарап шықтық. Енді тақтаға назар аударып, дәптерлерімізге жазып аламыз. Ауыспалы элементтер металдардың барлығы қандай элементтерге? Д элементтері өте жақсы. Олардың валенттілігімен айырмалы болып келеді, өте жақсы. Одан кейін олар қайда орналасқан? Жақсы. Одан кейін екінші топтың өте жақсы. Бесінші өте жақсы. Енді тақтаға назар аударып, электрондық құрылысы берілген. Қарап отырсақ, барлығы да қандай деңгейше? Өте жақсы. Ауыспалы металдардың тотығу дәрежелері көрсетілген. Барлығы қандай тотығу дәрежесін көрсетеді? 10 дәрежесін көрсетеді. Өте жақсы. Олай болса, осы тақырыпқа байланысты сендерге деңгейлік тапсырма беріледі, яғни 3 деңгейдегі тапсырма орындап шығамыз. Әрбір орындалған тапсырмаларды алдарында бағалау парақтары жатыр. Сол жерде бағалау парақтарына өздерінің балаларыңды ұпайларыңды қойып отырсыңдар. Береді ме? Кеттік. Екінші тапсырма бойынша иондар берілген, иә? Иондар. Иондар айтып кетейікші, қандай иондар бар? Катион, катион және анион ретінде берілген. Одан кейін үшінші деңгейдегі тапсырма, ол бізде есеп. Жақсы. Жақсы бала, уақыт аяқталды. 3 деңгейдегі тапсырма. Бірінші деңгей тапсырма бойынша кім дайын? Екінші Электрумның рептік номері 29, бұл жерде 2 электр. Марганецтің рептік номері 25, конфигурациясында 25 пен және бұл Д элементіне жатады, ауыспалы металға жатады. Элементтердің электрондық конфигурациясын жаздық, иә? Енді бұл жерде шын есінде қиындық туғызған иондарда болды, иә? Яғни ол электронның бергендіктен, мысалы 3 электрон берсе, яғни ол жерде 3 электрон азайып тұрады. Жақсы. Енді үшінші С деңгейіндегі есепке кім шығады? Маған берілген тапсырма бойынша есептің шарты құрамында 32 грамм мыс сульфаты бар ерітіндідегі 8,4 грамм темір ұнтағын салды. Түзілген өнімдердің массасын анықтады. Жазаға. Яғни бірінші не істейміз? Бұл жерде біз бірінші реакцияны жазып аламыз. Одан кейін әрқайсының массасын жазып, астына МР-ларын жазып, и потом біз ең бірінші бұларды реакциясын жазып аламыз. Одан кейін бізге табу керек өнімдердің массасын, яғни купрум мен феррум S4-тің массасын табу керек. Біз массаларын жазып алып, қайсысы кіші, сонымен конвертия құрамыз. Сонда бізде 8,4-ті 56-ға бөлгенде 0,15 шығады, ол бізде кіші. Сол үшін біз сонымен пропорция құрдық и осындай жауап шығады. Жақсы. Қымбат, бұл жердегі мыс пен феррум қандай элементтерге жатады?
жататын қандай металдарға егер тапсырма орындап болдық, иә, алдарында бағалау парағы жатыр, сол жерге өздерінің ұпайларын қойып отырыңдар. Келесі тапсырма бізде жұптық тапсырма, жұппен орындаймыз. Бұл жерде диктант, яғни қалып қалған сөздерді көптіктерінің орнына жазып шығамыз. Жақсы, сөйлемді толықтыру. Абжан. Ауыспалы металдарға жалпы қорытындылау мақсатында сендерге тест тапсырмасы беріледі. Осы тест тапсырмаларын орындаймыз. Жауаппен өзіңіздің жауабыңызды салыстырып аламыз. Кері байланысты тарапы осы жерге бүгінгі сабақта мен ауыспалы металдарды түсіндім. Мен де оларды түсіндім және де бағалау парақтарында алдарында жатыр. Өздеріңіз бағалаусыздар ма, барлықтары? Ал, Нұрайым, қаншаға бағаладың? Өзімді 8 балға бағаладым, себебі мен есептерді дұрыс шығардым. 105-ші беттегі екі есепті шығарып келеміз. Жақсы, сау болыңыздар.